Мен Майнкрафтта бұрын жасалған ең ақылға сыймайтын заңсыз базаларды сатып алдым. Мыңда $10,000 ядролық бункер, $1000 ара ұясы, тіпті $500 қылыштардан жасалған шар тәріздес база бар. Бірақ алдымен мына $1 ағаш үйден бастайық. Сыртынан қарасаң жай ғана ағаш. Ал ішіне кірсең, ал көрейік ау. Тоқта, мұның бәрін ағаштың ішіне қалай сыйғызған? $1 үшін бұл керемет. Бұл шынында керемет, бұл қалай $1 тұру мүмкін? Ал енді айтыңдаршы, 1-ден 10-ға дейін қанша балл бересіңдер? Мен 8 қоямын. Мен де 8 бередім. Мен де 8 беремін. Осылайша жалпы есеп 30-дан 24 балл. Бірақ енді басты сұрақ. Осы $1 ағаш база $500 шар тәріздес базаны жеңе ала ма? Ал видеоның соңында ең жоғарғы бағалған құрылысқа $1000 сыйлық береміз. Майнкрафтта шар деген мүлде қалыпты нәрсе емес қой. Бұл болмауы керек нәрсе ғой. Dark Web'те Майнкрафт базаларын сатып алған нағыз профилер. Егер бір оқыш нәрсе көрсеңдер айта отырыңдар. Оны айдауға болады екен ғой. Ал жігіттер кездескенше. Тоқты, қалай қозғалып жүрсің? Бұл мүмкін бе өзі? Бұл ең күшті база емес пе? Хей, ол әлемді қиратып жатыр ғой. Мен туннель қазып жатырмын. Мұнда болып жатқан заңның ешқайсысы жанды емес. Біреу мұны адамды ұстасын. Сенің тауты бетін ар жағына шығарып жіберді ғой. Шын айтсам бәрі жоқ болып кеткен. Жарайды, көріскенше. Тоқта, қайда кетіп бара жатсың, достым? Ол күн батып бара жатқан жаққа ұшып барады. Неге сен жалғыз өзің ғана соның ішіне отырып алдың, а біз жерде отыр? Дұрыс айтасың, мен қас қайтып келем. Жоқ. Мен осы жерде тұрамын. Ой, мені басып кетті. Негізі бұл базаны қатты ұнатам. Неге сендерге ұнамайтынын түсінбеймін. Ал мынау маған онша ұнамады. Себебі мен оның ішіне кіріп үлгермедім, және ол мені өлтірді. Мен бұған 5 қоям. О, 5 пе? Шыны керек, оның домалап жүргенін көру өте керемет болды. Мен бұған шамамен 7 қоям. Шынымды айтсам, бұл алдыңғысынан 500 есе қымбат. Алдыңғысы шын мәнінде өте керемет еді. Сондықтан мен бұған 6 қоямын. Осылайша жалпы пай 18 болды. Яғни $1 ағаш база әлі де алда тұр. Бірақ ол мына $1000 қалта өлшем базаны жеңе ала ма? Жігіттер, мына араясын көріп тұрсыңдар ма? Көріп тұрмын. Сосын сен ойлайсың, мен бұған қалай кіремін? Мынаны қараңдар. Қалай көрініп тұрмын, бауырым? Сендер кішкентай аралар сияқтысыңдар. Кішкентай ара ұясында үйде жүргендей. Тоқта, неге мұнда ТНТ тұр? Жігіттер, мынаны қараңдар. Мүмкін емес. Бұл өлшемнің ішіндегі тағы бір өлшем. Тоқта, сыртқы әлемнің қаншалықты үлкен екенін қарашы. Сен осымен бітетін шығар деп ойлайсың ғой. Жігіттер, мынаны қараңдар. Мына кітап сөресін көрдіңдер ме? Бәрі барған сайын қызық болып барады. Шынымды айтсам, сыртқа қарап басым айналып кетті. Қазір миым ауырып тұр. Тағы біреу болмаса болғаны. Досым уайымдама. Әрине болмайды. Бірақ бұл не? Кіре бер. Тағы біреу ме? Агенттер қаласы. Бұл бар болғаны $1000 ғана ма? Бұл барлық уақыттағы ең керемет база емес пе? Мен қазір тура мүсіндерді қалай қозғалып тұрғанын көріп тұрмын. Және ол өте ауыр. Тоқта, сен сол жерде. Долам, сен бізді көріп тұрсың ба? Жоқ, мен сендерді мүлде көріп тұрған жоқпын. Жарайды, күте тұр. Мен бір өлшем келіп кетейін. Енді көріп тұрсың ба? Сендердің өте кішкентай күндерін көріп тұрмын. Алып Нолан кішкентай маған қарап тұр. Ал мен одан да кішкентай Пьоркқа қарап тұрмын. Мен өте кішкентаймын. Бірақ мен оның кішкентай болмайтынын білемін. Енді бұл база алатын ұпайларына көшетін уақыт келді. Мен үшін бұл қазіргі уақытта дейінгі айқын жеңімпаз. Есінде болсын, бұл ағаш базадан 1000 есе қымбат. Мен заңсыз ара ұясына 9 қоямын. Бұл базаның барлығы, осының бәрі бір нақты блоктың ішінде ғана болды. Мен бұған да 9 қойға мәжбүрмін. Менің ойымша бұл қазірге дейінгі ең керемет база. Бірақ ол ағаш базаны 1000 есе керемет пе? Жоқ. Сондықтан мен бұған 7 қоямын. 7 ме? Не? Бірақ соған қарамастан, ол 25%-бен әлі де алда тұр. Келесі кезде бізде $5000 стимпанк қамалы. Мұның қай жері стимпанк? Оның зеңбіректері бар. Маған бұл онша қамал сияқты көрінбейді. Өте әсерсіз. Бұл әділ баға ма? Маған ұнайды. Бірақ неге $5000 тұратынын түсінбеймін. Сондай-ақ мұнда неге рөл дөңгелегі тұрғанын мүлде түсінбеймін. Өте орынды сұрақ. Себебі мынаны қара. Мүмкін емес. Біз ұштық. Досым, бұл тұтас әуе кемелерінен құралған ауыл екен ғой. Жігіттер, мына қамал туралы не ойлайсыңдар? Бұл өте керемет. Ол кеме пішіндегі тесік қалдырды. Мен оны тура арт жағынан көріп тұрмын. Егер заңсыз база бар болса, міне осы. Өйткені Майнкрафтта судан асқан заңсыз нәрсе жоқ. Ал тұтас бір ауылмен бірге ұшу тіпті де. Пьорк, сен тетікті алдың. Бұл өте керемет. Қарашы, билеп тұр. Біз қазір бұлттардың ішіндеміз. Ал астымызда тұтас бір ауыл бар. Бұл менің өмірімде көрген ең керемет нәрсе. Мынаны қалаған жағыңа бұра алатын керемет. Бүкіл осы базада маған қатты ұнайтын нәрсе білесің бе не? Не? Адамдарды лақтырып жібере аласың. Қалағаныңды істейсің. Маған ол ұнайды. Басқа базалар жасырынған шығар. Бірақ мынау адамдардан ұшып қашып кете алады ғой. Елестетіп көр, сенің базаңнан түсіп, жер қазуға кетесің, ал базаң сенсіз ұшып кетеді. Иә, қорқынышты екен. Тағы біреуі бүйірінде зеңбіректері бар. Олар оқ аталады. Осы база басқаларынан асып түсе ала ма? Қалжыңды түсіндім. Пьорк! Көмектесіңдер! Рөлден қолыңды ал. Дайын бауырым.
Мына жақтан қарасаң өте қорқынышты екен. Мен басым айналып жатыр. Маған ешқашан пьорт қошатын басамды жүргізуге рұқсат бермеуді еске салыңдар. Мен бұған 9 қоямын. Бұл керемет. Мен де 9 қоямын. Мен сізге өте жақын. Бұл қиын шешім. Мұнысы алдыңғысынан көбірек ұнады, бірақ 5 есе артық ұнай ма? Көріп тұрғаныңнан да заңсыз бір нәрсе бар ма өзі? Мен де 9 қоямын. Не? Бұл дегеніміз стимпанк қамалы 27 ұпаймен қазір алда тұр деген сөз. Ал енді бір ғана база қалды. Мүмкін $1000 жүлденің жеңімпазы осы шығар. Бірақ ол $10,000 ядырлық аман қалу бункерін жеңе ала ма? Неге менде жеке куәлік бар? Көресің. Маған сенің үнемі осылай жұмбақ сөйлейтін ұнамайды. Мына есік не істейтінін қара. Ол ашылады. Қараңдар жігіттер. Неге ол тұрғындар сондай бұлшық етті? Мұнда күзет бар. Өзімізді бұрын-соңды бұлай қауіпсіз сезінбеппін. Жүре берейік. Бірақ мына есіктерден шаршадым. Айтайын дегенім, шамадан тыс көп емес пе? Бұл мүлде ақылға сыймайды. Қанша есік болды өзі? Егер ядырлық шабуылдан аман қалғың келсе, кез келген жағдайда дайын болуың керек. Мынаны қараңдар. Күт, лифт пе? Жарайды. Бұл қатты екен. Мұнда неше деңгей бар өзі? Жігіттер, $10,000 ядырлық бункерге қош келдіңдер. Неге бұлардың бәрі арнайы костюм киген? Олар осы ядырлық бункерде жұмыс істейді, бауырым. Ой, мұнда кішкентай тозақ әлеміне ұқсас бөлме бар екен. Ал мына үлкен ілмегі бар екен. Мына жақта қойма секілді. Айтпақшы, мұның бәрі сақталып қалады, егер бір жерде ядырлық жарылыс болып қалса. Бірақ уайымдамаңдар жігіттер. Біз іште тұрған кезде ондай нәрсе болмайды ғой. О, жарайды, бір сәтке уайымдап кеттім. Мен қазір жылжай сияқты жерде жүрмін. Бір ерекше құрылғы таптым. Өте қызық екен. Бұл шынымен де өте таңғаларлық екен. Олар бункердің ішінде сенсорларды тексеріп жатыр. Өзімді қорқынышты кинодағыдай сезініп жүрмін. Бастысы мұнда үй жануарларға арналған бөлім жоқ екен. Жігіттер, менде арнайы карта бар. Неге? Ана жақта есік тұр. Жүріңдер. Жарайды, осы жерден өтейік. Ештеңе жаман болмайды деп үміттенейік. Бұл есікке арнайы карта керек. Ой, күте тұр. Маған керек емес. Мына жерде жарқырап тұрған қызыл түйме бар. Ал оның артында бір үлкен нәрсе тұр. Бұл зымыран ба? Білгілерің келе ме? Пьор, сен бас. Ой, жоқ. Вау! Не болды? Ойбай! Пьор, сен не істедің? О, жоқ, жігіттер. Жігіттер, әлем өзгеріп кеткен сияқты. Бәрі бұзылған сияқты. Тіршілік жоқ. Бірақ күтіңдер, бункер аман қалды ма? Иә, аман қалды. Ал енді сұрақ. Біз осындай үлкен оқиғадан аман қалдық. Сендер қалай ойлайсыңдар? Осы бункер шатын базадан жақсырақ па? Бұл бункер өте керемет. Ішінде көп қызық нәрсе бар. Мен бастапқыда 8 қояйын деп едім, бірақ 10 қоямын. Әрбір мықты күзетші үшін бір ұпай қосамын. Маған бұл база ұнайды, бірақ ұшатын кеме көбірек ұнайды, сондықтан 8 қоямын. Енді шешім маған қалды. Ал менің ойымша, бұл ұшатын база сияқты соншалықты тиімді емес. Сондықтан мен бұған 8 қоямын. Осылайша ол бір ұпайға жетпей қалды. Нәтижесінде ұшатын база жеңімпаз атанды. Шынымды айтсам, мен бұған ренжіген жоқпын. Ол шынымен керемет еді. Құттықтаймыз ұшатын заңсыз базаны. Сен $1000 ұтып алдың. Жазылуды ұмытпаңдар. Келесі видеода көріскенше.